Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай салынған скетчинг жұмыстан логотип эмблема жасаймыз. Бұл жерде основном перомен жұмыс жасауды үйренеміз. Ал кеттік. Қара бояп алайық. Қара емес, даже белый түске ауыстырғанымыз дұрыс сияқты. Осылай перомен жұмыс жасап үйрене береміз. Басында қиын болады, кейін былай жай-жай үйреніп кетесіздер. Осылай белгілеп аламыз. И соңынан біз қай жерде неровно кетіп қалды, сол жерлерді жөндеп отыратын боламыз. Осылай жөндеп қойсақ болады. Қай жер қате кетті деген сияқты. Бір тексеріп шығуға болады. Бұның түсін қараға бояп қоямыз. Обводкасын өшіріп тастаймыз. Ctrl-G деп алайық. Трансформировать, зеркальное отражение. Копировать деген басамыз. И осылай қойып қоямыз. И артқы нені өшіріп тастаймыз. Суретті. Мінекей. Осымен біздің логотипіміз дайын болайын деп қалды. Мінекей достар, қараңыздар, біздің жұмысымыз қандай күшті болып шықты. Мінекей. Осылай жасап үйреніп көріңіздер. Жаңағы мен суреттерімді, жаңа скетч жұмыстарымды көбінесе экран жасап, өздеріңіз қолдана берсеңіздер болады, оның жүктеуіне ешқандай қиындық жоқ. Жалпы сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де сізге логотип керек болса, маған жазыңыздар, бірақ ол тегін болмайды. Және де егер де танысыңызға керек болса, маған жазыңыздар, мені айтыңыздар. Жарай, жақсы достар, сау болыңыздар. Төменде Instagram, TikTok парақшамыз сілтемесін қойып қоямыз. Сол жерге кіріп тіркелуді ұмытпаймыз. Жарай, жақсы, сау болыңыздар.